Бүгін формуланы дәлелдейміз. Перегородок деген формуланы дәлелдейміз. Бір экзампл есеп шығарып көреміз. Мысалы, осыған бізде 3 шарик бар және 3 ящик бар. Соған қанша способпен сала аламыз. Мысалы, 3 ящик болса, бірінші вариант былай салуға болады. Там жақ пустой, біріншісі пустой, екіншісі пустой, нәтиже үшеу. Или екінші вариант. Мына жақ пустой, мына жақ пустой, мына жақта үшеу. 3 шарикті 3 ящикке осылай салуға болады. Үшінші вариант. Мына жаққа пустой, мына жаққа 2 шарик, мына жаққа 1 шарик салуға болады. Не осылай бізден сұрайды, сколько, қанша вариант, қанша комбинация бар осылайша. 3 шарикті 3 ящикке салудың қанша несі бар. Оны былай есептейді. 3 ящик жасау үшін бізге 2 таяқша керек. 2 таяқша уже 3 ящикке бөледі. Любой бір ария. Сонымен 3 ящик берілсе, біз таяқша тең 2 деп аламыз. Тең 2 дей салайық. Тең таяқшалар, немесе барс. Сонымен бізде 3 не бар? Жалпы 5 слот пайда болады бізде мынандай. 5 слот. Үшеуінде шарик тұруы мүмкін, екеуінде таяқша тұруы мүмкін. 1, 2, 3, 4, 5 слот бар. Таяқшаларды 2 барды осыларға қоя аламыз. Мысалы, 2 мен 4-ке қоюға болады, немесе 2 мен 4-ке, немесе 1 мен 5-ке қоюға болады, 2 мен 3-ке қоюға болады. Егер де біз 2 мен 3-ке қойдық дейік таяқшаны, 2 мен 3-ке қойдық таяқша. Мына жақта қалғандарында шарик тұрады. Бұл нені білдіреді? Бұл бірінші ящикті бірінші бокс берейік. Бірінші бокста 1 шарик бар. Екінші бокста пустой. Үшінші бокста 2. Бұл бір вариант. Енді бізге осы 5 слоттан таңдау керек. Екеуін таяқшаны қай жерге қоюға болады. Сондықтан біз осы 5 слотты комбинация ретінде аламыз. 5 слоттан екеуін таңдаймыз любой. Сол жерге 2 таяқшаны қоямыз, сол кезде әртүрлі варианттар шығады. 5 факториал бөлеміз. 5 минус 2 факториал. Бөлеміз 2 факториал. Мына жақта 3 факториал деген 2 факториал. 5 көбейту 4 көбейту 2 факториал.
Ой, 3 факториал екен. 3 пен 3 қысқарады. 2 мен 4 қысқарады. Жауабы 10. Значит, 10 вариант бар. Ол жақта бізде да соңғысы 10-шы болады. 10 вариант бар, что 3 шарикті 3 коробка, 3 боксқа салу. Бір мысал қарастыра салайық, онда қарапайымдау болсын. Екі ящик бар, 2 бокс. И 3 шарик бар. 3 шарикті 2 коробкаға қанша тәсілмен салуға болады? Мысалы, біріншісі 3 шарик саламыз, мына 0 болады. Бірінші ящикке 3-еуін де саламыз, екіншісі 0 болады. Екінші вариант, наоборот, былай салса болады. 0. Үшінші вариант, мына жаққа 1, мына жаққа 2 салса болады. Осылай кете береді. Қанша вариант болады? Оны есептеу бізде 2 ящикті табу үшін бізге 1 таяқша керек. 1 бар. Сонымен, қанша слот болады? 3 шарикке арналған. 3 шарикке арналған слот бар. Және 1 бар. 1 таяқшаға арналған. Жалпы 4 слот бар бізде. Енді таяқшаны осы 4-еуіне қойып көруге болады. Комбинация. Онда комбинация 4-тен 1 болады. Осылай жазуға болады, немесе комбинация 4-тен 1 деп жазса да болады. Бәрі бірдей, әртүрлі. Әр кітапта әртүрлі жазылады. 4 факториал бөлінген 4 минус 1. Факториал бөлінген 1 факториал. 3 факториал, мақта 4 бөлінген 3 факториал. 4. 4 вариант бар екен. Мен мақта 1 ғана жазсақ жетеді екен ғой. 4-ші қандай болады? Наоборот, мына жақта 2 болады, мына жақта 1. 3 шарикті 2 ящикке салудың 4 методы бар.